Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен біз заварной крем жасайтын боламыз. Бұл крем өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Ең алдымен ыдысқа қантты саламыз. Одан соң үстінен жүгері крахмалын қосамыз, яғни кукурузный крахмал. Одан соң жұмыртқаны салып, жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Ал енді үстінен салқын сүтті құямыз. Тағы да жақсылап араластырып, газге қайнатуға қоятын боламыз. Газдың асты орташа болуы қажет. Дәл осылай үздіксіз араластырып отыру арқылы қоюлататын боламыз. Міндетті түрде араластырып отыру керек. Араластырмасаңыз, сіздің креміңіз түйіршік болып қалуы мүмкін. Енді қайнағаннан соң тағы да 3 минут шамасындай осындай араластырып қайнатамыз. Оттың астын жай қоямыз. Болғаннан соң оттан алып, үстінен бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Енді толықтай сары май еріп кеткенше тез араластырып алатын боламыз. Енді дайын болған кремнің үстінен пищевая пленканы немесе салафанды жауамыз. Міндетті түрде бетін жауып қою қажет. Енді толықтай суығанша салқын жерге қойып қоятын боламыз. Міне біздің креміміз толықтай салқындап шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын осылай ұстап тұр, өте жақсы болып тұр. Енді қалауыңызша қандай тортқа жасайсыз, соған қарай қасықпен немесе кондитерлік мешокпен алсаңыз болады. Мен сіздерге кондитерлік мешокқа салып, қазір өзінің формасын қалай ұстап тұрғанын көрсететін боламын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын өте әдемі ұстап тұр. Дәмі де өте жақсы болып шығады. Бұл кремді медовикке қолдансаңыз болады, өте керемет болып шығады. Одан соң профитроли, эклер деген сияқты немесе пирожныларға қолдансаңыз болады. Крем өте жақсы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Еш өкінбейсіз деген ойдамын. Егер де осы видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.